Батыл балақайлардың батыл алаңнан жалынды сәлем! Мен Алмас Кішкенбаев, жұлдызды ата-аналар мен сәбилер бәйгесін бастаймын. Назар бізде болсын! Алдымен бала батылдың бүгінгі ойыншыларымен танысып алайық. Әнші, актриса Салтанат Құдайбергенова! Салтанат, жаныңдағы кішкентай бүлдіршінмен өзің таныстырып кетсең. Менің бір тал гүлім Кербес. Кербес. Кербес, жасың қаншада? 7-де. 7-де, бәрі келді. Мектепке барамыз ғой? Бәрі келді, жарайсың. Және қарсылас топ арнайы біздің бағдарлама үшін Түркістан облысынан келген Еркеназ және оның тәтесі аяулым Еркебай. Бәрі келді. Көңіл-күй қалай жеттіңіздер? Өте күшті. Күшті? Бәрі келді. Бесті кеш. Олай болса танысқаныма қуаныштымын. Ойынға дайындық қалай? Күшті, керемет. Жоқ, ондай жауап мені қанағаттандырмайды. Бүгінгі ойынға дайындық қалай? Күшті! Бәрі келді. Кімнің асығы бүгін алшысынан түсер екен? Ендеше бірінші айналым жел аяқтың ережесімен таныс болайық. Достар, сендер жел аяқтың кім екенін білесіңдер ме? Ертегідегі ең жылдам кейіпкер. Бұл кезеңде сен өте жылдам болуың керек. Ендеше ойын шартымен таныс бол. Біздің достарымыз бір затты сипаттайды, ал оны кім табады? Кім тез әрі дұрыс жауап береді? Сол топқа 10 пайдан береміз. Сәттілік, досым. Ойын шарты түсінікті болса, екі топтың да назары экранда болсын. Сәттілік сіздерге. Бұл деген тамаққа қосады, бір нәрсе жасайды. Оның түсі ақ, ішінде сары болады. Оны қуырылға, суға пісіруге болады. Сонымен Кербездің тобы бірінші болды. Жауабы? Жұмыртқа. Бәрі келді, дұрыс. Жұмыртқа. Ал келесі сұрақ ол экранда. Ол жануар өте ұзын. Олар ыстық жақта жүреді. Жапырақ дейді. Ол алыста ыстық жерде жүреді. Мен оны зоопаркте көрдім. Ол сары, ұзын, қара точкалар бар. Оларны тек қана кітаптардан көрдім. Мен одан қорықпаймын. Себебі олар адамға тиіспейді. Сонымен Еркеназ бірінші болып басты. Оның жауабы? Жираф, яғни керік. Өте дұрыс. Бәрі келді. Олай болса, келесі сұраққа назар аударайық. Біздің барлық назарымыз экранда болсын. Кеттік. Біздің үйде ол деген ағамда, әкемде бір, анашымда бір. Тістерлерде ақ, қара, қызыл, оны телефон қыстырып қояды. Ол деген зарядка сияқты, бірақ ода құлаққа тығатын нәрсесі бар. Мен ақтысыз, телефонды тыңдаймыз. Менде де сондай болсам екен. Музыка тыңдайды. Ол дәу болады, кішкентай ұзын болады. Сонымен Кербездің тобы бірінші болып басты. Жауабы? Наушники. Құлаққап. Бәрі келді. Дұрыс жауабы. 1 секундқа кешігіп қалдыңыз, Ештеңе етпейді. Алда әлі сұрақтар өте көп. Сол себепті назарымызды экранға аударайық. Ол витамин, оны жеу керек. Ол оранжевый, оны тамаққа қосады. Оның түсі сары болады. Мен оны бақсада көрдім. Оны қоян жасып көреді. Мен оны ұнатамын. Ол дәмінен
бәріне қосатын қызғылт сары нәрсе. Дәремен оның ішінде бар. Онысы мынандай болды. Соның арқасында біз бойым өсет, шашын өсет, аяғын өсет, ауырмайсың. Қойым мынандай түсті жақсы көреді. Ол өте тәтті менің сүйіктімді ұнайды. Оны тамаққа қосамыз. Оны қоянда қатты жақсы көреді. Одан салат жасайды. Аққаланың орнын жасаймыз. Сонымен бізде бірінші болып тетікті басқан Кербездің тобы. Сіздердің жауаптарыңыз? Сәбіз. Әрине сәбіз. Ал сіздер енді сәл жиналыңыздар. Назарымыз экранда? Бір жоқ болса, бір нәрсе көмектеседі бізге. Оның аты керемет. Мамам оны телефонмен шақырады. Ол адамдарды баяқтарға апарады, адамдар айтқанда. Өзі ақ түспен бейнеленген және қызғылт сары түспен бейнеленген адамдар деген мынандай ақсары береді оған. Адамдарды тасиды, түнде жүреді. Мен көбірек міндім. Одан шыққанда мамам оған ақша төлейді. О не? Не айтып жатсыңдар? Естімеймін. Сонымен Еркеназдың тобы жауап? Ол маш. Такси, бәрекелді. Доғал қапалақ. Достар, бірінші айналымның есебімен таныс болайық. Кербездің тобында 30 ұпай. Ал Еркеназдың тобында 20 ұпай. Тартыстың екінші кезеңіне де жеттік. Ендеше ережелермен таныстырайық. Балақай, жасырған сіздің атын атамай, қимылмен көрсете аласың ба? Ал ол сөздерді үлкендер таба ала ма? Қиялға ерік бер. Мықтылығың сыналатын кез келді. Әр дұрыс жауап 20 ұпай. Екінші айналымды бастамай тұрып, дәстүрлі сұрақ-жауапқа кезек берейік. Бір сергіп алыңыздар. Сонымен, қазақстандық аналар мен сәбилердің сүйікті маркасы Агушадан сіздерге мынадай сұрақ. Сіздер қытырлақ нанның не екенін білесіздер ме? Сондай печенье қытырлақ. Дұрыс айтасың, ол да дұрыс. Әрине, тағы қалай деп ойлайсың? Неден жасалады олар? Олар наннан еще фруктыларды қосады оған. Вишня, куника қосады. Куника қосады обязательно, иә? Груша қосады. Өзің жақсы көретін айтады. Жарайсың. Еркена, сенің ойыңша, қандай жемістерді қосады? Алма. Дұрыс. Агуша ұсынған қытырлақ нандары жеміс езбелері мен шырындары қосылған күріштен жасалған жасанды бояу мен иістендіргішсіз 100% табиғи өнім. Олай болса, Кербез менің жаныма келе ғой. Қазір мен саған сұрақтар қоямын. Бірінші сөз. Мамаға көрсете ғой, ол қандай болады? Айтып қойма, бірақ. Ол болады. Сөзбен емес, көрсетеміз, қимылмен көрсетеміз. Домалақ. Жейтін зат па? Жемейді да? Ойнайтын ба? Енді буква? Көрсет. Көрсет. Ай. Бәрекелді. Ай. Дұрыс. Жарайсың. Кербез келе ғой. Екінші сөз. Көрсет. Құяды, ішеді. Ішетін зат па? Кербез, мен саған тағы да бір көмек көрсетейін. Ол қайдан алынады?
соны көрсете қойшы. Жазу түсінбеймін мен, маған көрсет. Көрсетсе, қайдан алынады? Огородтан, да? Бақтан. Қолмен былай істейді. Езе ма? Езеді. Ол сок па? Пюре. Салтанат, мен саған көмектесейін. Сок емес, бірақ, шырын емес, бірақ ол ішетін. Айран, қымыз, шұбат. Бізде 5 секунд уақыт қалды. 5. Шұбат, қымыз, айран. 4. Помидоры. 3. Томат. 2. 1. Уақыт өтті. Ол сүт. Ол сүт болған. Барлығын жақсы көрсетті. Сауып тұр. Түсінген жоқ му? Қайдан түсінсің? Келе ғой, Кербез, сен жарайсың. Өте керемет көрсетіп жатсың. Келесі сөз. Төрт бұрыш. Мороженое. Жейтін зат, да? Тәтті ма? Су. Әншінің отбасынан шыққан деген осы ғой. Да. Студиядағыны көрсетіп тұр ғой, бұлай қылып студиядағыны көрсетіп тұр ғой. Жарайсың, Кербез. Олай болса, келесі сөз. Төрт бұрыш. Машина. Көлік. Машинаға ұқсайтын. Ол да көлік, бірақ. Ол да көлік. Автобус па? Автобус. Дұрыс. Бәрекелді. Олай болса, Кербез, соңғы сөз. Кербез негізі суретті жақсы салады екен. Суретші. Көрсет. Көрсете ғой. Дөңгелек. Жейтін зат па? Мен суретіне қарап түсініп тұрмын. Өте жақсы көрсетіп тұр негізі. Блин. Салтанат, бізде 5 секунд уақыт қалды. Крестик. Дөңгелек, крестик. 4. 3. 2. 1. Жапырақ болған. Жарайсың, Кербез. Кәнеки 5 тәкеле ғой. Бәрекелді. Құрметті достар, олай болса, біз Еркеназдың тобына көшеміз. Еркеназ, менің жаныма. Саған бірінші сөз, ол көрсете ғой, тәтеңе. Біздің бүгінгі қатысушылардың барлығы суретші екен. Көбелек, әрине, дұрыс. Келесі сөз бізде. Маға. Ол не ол? Жануар ма ол? Ол жануар. Қоян ба? Жоқ. Енді? Еркеназ, қандай дыбыс шығарады ол? Көрсете ғой. Бәрекелді, дәл солай дыбыс шығарады. Ешкі ма? Қой? Жоқ. Мен білмеушім мен. Тағы. Оның еті өте дәмді. Өте дәмді. Әрине. Барлық қазақтар мен ойымша жақсы көретін біздің ең сүйікті қазымыз шығады, Сәл жиналамыз. Ал біздің келесі сөз. Адамдар жүреді. Әскер. Бәрекелді. Жарайсың, Еркеназ. Келе ғой, келесі сөз. Дұрыс. Зат па ол? Жоқ. Билей ма? Еркеназ, ол жерде үлкен кісілер бар, соларды көрсетіп берші, мүмкін танитын шығар. 5, 4. Алады, рахмет айтама, қалай ол? Жоқ. 2. 1. Аяулым таба алмады, ол мектеп болған. Оқушыларды көрсетті, одан кейін мұғалімдерді көрсетті, барлығын тамаша көрсетті. Ал келесі сөз, Еркеназ, соңғы сөз.
құлақ қағып қалған ба? Көрсете ғой, не істейді ол? Деп атырын ма? Сонымен Маймыл. 5. Дұрыс. Мен енді ғана санайын деп жатыр едім. Бәрекелді, Еркеназ кән 5-те келші. Жарайсың, сен барлығын керемет көрсеттің. Бәрекелді, орныңа жайғаса ғой. Ендеше екінші айналымның ұпай сандарымен таныс болайық. Кербездің тобында 60 ұпай. Ал Еркеназдың тобында 80 ұпай. Бәрекелді. Құрметті қатысушылар, батылымыздың келесі әрі шешуші кезеңінде кішкентай батылдарымыз сыналады. Олар сіздер туралы бар білетін мәліметтерімен бөліседі. Бұл кезеңде балалар ата-аналары туралы сауалға жауап береді. Әр дұрыс емес жауап 10 ұпайға кемітеді. Ата-аналардың көмектесуіне қаттан тыйым салынады. Осы сынақтан сүрінбей өтсең, сен жеңімпазсың. Дайындал. Ойын ережесімен таныстық. Ендеше ақтық мәрені бастамай тұрып, мен тағы да кішігірім сауалнама ұсынамын. Жауап үшін біздің серіктесіміз Frutella сауда белгісінен сыйлығымыз бар. Құрметті ата-аналар, сауал сіздер үшін. Олай болса, мен бүлдіршіндерді ортаға жаныма шақырамын, ал сіздер бүлдіршіндер ата-аналарыңызға көмектеспейсіздер. Құрметті ата-аналар, сіздердің балаларыңыздың ең сүйікті қызыл түсті жемісі. Шие, вишня, қарбыз. Аяулым. Я Еркеназды да құлпынай, малинаны көбінде қатты жақсы көреді. Балақайлар, солай ма? Сіздердің ең сүйікті қызыл түсті жемістеріңіз сол құлпынай, малина, е? Иә. Бәрекелді. Ендеше Frutella ұсынған тәтті мармеладтардың табиғи түсі мен дәмінен көріңіздер. Мына сыйлықтардың барлығы ата-аналар сіздерге арналады. Қабыл алыңыздар. Аяулым, мынау сізге. Олай болса, достар, біз үшінші айналымға да жеттік. Үшінші айналымда бізде бастайтын Еркеназдың тобы. Еркеназ, аяулым әпкеңнің ең сүйікті гүлі қандай? Жауап нұсқалары раушан, хризантема, түймедақ, қызғалдақ және де дұрыс жауабы Роза. Бәрекелді. Раушан гүлі. Олай болса, келесі сұрақ. Әпкеңнің сүйікті көкөнісі. Қызанақ, қияр, бұрыш, тәтті бұрыш, баялды. Помидор. Қызанақ. Солай ма, аяулым? Дұрыс. Әрине, дұрыс. Еркеназ, әпкеңнің сүйікті үй жануары. Мысық, ит, тотығыз және балық. Күшік. Еркеназ, өкінішке қарай, күшік емес, ол мысық екен. Аяулым, солай ма? Дұрыс. Еш нәрсе етпейді, тағы да біздің сұрағымыз бар. Әпкеңнің туған күні қашан екен білесің бе? Иә. Бірден айтасың деген ойдамын. Ол жазда, күзде, қыста және де көктемде. Көктемде. Дұрыс жауап, әрине дұрыс жауап. Көктемде. Бәрекелді. Әпкеңнің ең сүйікті әлеуметтік желісі. Немесе қай әлеуметтік желіде көп отырады? Кәнеки көрейік. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Қайсысында әпкең көп отырады? Instagram. Әрине, дұрыс. Бәрекелді. Кәнеки 5-те келе ғой. Жарайсың. Ал біз, құрметті достар, Кербездің тобына көшеміз. Кербез, қазір мен саған сұрақтарды қоямын. Анаңның бала кездегі суретін тап. Бірінші сол жақтағы, жоғарыдағы оң жақтағы, астында сол жақтағы, астында оң жақтағы. Екінші, е? Астында қалпақ киіп алған. Солай ма? Мен мысалға танып тұрған жоқпын. Бірақ көзі келетін сияқты енді. Солай ма? Бәрекелді. Үйде көрген бе еді бұл суретті? Жоқ, мен көрсетпеймін. Сен қайдан білесің?
Ну, похоже лицо, одно. Олай болса, Кербез, келесі сұрақ. Анаң үйде қандай аспапта көп ойнайды? Гитара, домбыра, қобыз, фортепиано. Фортепиано. Ең көп фортепианода ойнайды, Студияда клавиш. Дұрыс жауабы, бәрекелді. Келесі сұрақ. Анаңның отбасы қанша ағайынды? 2, 4, 0, 3. 4. Дұрыс, бәрекелді. Жауабы 4, бәрекелді. Олай болса, бізде келесі сұрақ. Анаңның мектептегі ең сүйікті пәні қандай? Әдебиет, математика, дене шынықтыру, бейнелеу. Бейнелеу. Қалай ойлайсың? Мен не жақсы көрем? Ең сүйікті пәні. Ол білмейді. Математика мен бейнелеу. Бірақ біреуін ғана таңдау керек, Кербез. Қайсысы деп ойлайсың? Математика. Барлығымыз жабылып отырып, әйтеуір жеттік. Дұрыс, математика. Анаң қай нәрсені бәрінен жақсы істейді? Тамақ жасайды, ән айтады, сурет салады, билейді. Ән айтады. Негізі, Сосын тамақ дайындайды, содан кейін сурет салады. Өкінішке қарай, дұрыс жауабы ол билейді. Білеймін ғой. Ұмытып қалдым ба сен? Ештеңе етпейді. Кәнекей, сен жарайсың, Кербез, 5-ті бере ғой. Салтанат 5-ті әкел. Бәрекелді. Сонымен бүгінгі ойын жеңімпаздарын анықтайтын кез жетті. Ұпай сандарын есептей келе, 70 ұпаймен Еркеназ жеңіске жетті. Бәрекелді. Құттықтаймын. Жеңімпаз тәжін тақпас бұрын бүгінгі тартысты аламанның қатысушыларына қазақстандық аналар мен сәбилердің сүйікті маркасы Агушаның атынан сыйлықтар. Қабыл алыңыздар. Еркеназ, мінекей мынау саған. Кербез, мінекей мынау саған. Бәрекелді. Еркеназ, саған жеңімпаздың тәжі және де супер қаһарманның шапаны табыс етіледі. Қабыл ала ғой. Бәрекелді. Құрметті көрермен, 31-ші арнадағы бала батыл бәйгесі келесі батыл баланы анықтау үшін алдағы аптада қайта оралады. Бізбен көңілдірек кездескенше!